Замидя, сіздің атыңыз кім? Шолпан. Сіздің атыңыз кім? Айгерім. Сіздің атыңыз кім? Самал. Кілем қазақтарымыз, иә? Мен үш сұрақ қояйыншы, бәрі қайсыңызға. Не себептен, үш жауап беріңізші, не себептен орыс мектебіне беріп бастыр балдарыңыз? Өздері қазақсыздар, иә? Ұруыңыз кім? Пшачка. Пшачка деген жоқ. Сіз? Кім? Уақ. Керемет. Хан Абылай ханның нөкері болғанда. Сіздің? Арғын. Сіз? Я из России приехала. Қандай? Ресей ұруың жарайды жақсы. Енді қараңыздар şimdi ағайындар. Біз мына баланы орысшаға беріп жатырсыз. Айтыңызшы. Үш аргумент. Бірінші. Неге? Во-первых, не мы виноваты, что не мы виноваты, что у нас русский язык используется наравне с казахским. У нас язык казахский, русский. Моему ребенку будет тяжело. Я, например, не знаю, как я буду делать. Ему будет тяжело, он не сможет учиться казахский. Понимаете, түсіп кетеді сабағы, түсіп кетеді қиынап. Қайда түсіп кетеді? Қазақша үйретіп. Жақсы, құрметті ағайындар. Қанша қазақтың зиялылары, олар орысша да сөйледі, қазақша да. Но от этого они хуже не стали, они патриотами. Дұрыс айтасыз. Бірақ сіздің балдарыңыз бір тиын сөз қазақша үйренбейді. Почему үйренбейді? Үйренбейді көке. Почему үйренбейді? Өте қауіпті жағдай келесіз. Сіз неге? Енді қараңыз. Енді қараңызшы, сіз қазір барлығымыз қаптатып, бүкіл Астанадағы мектептердің барлығынан аралас мектеп жасап, орыс сыныптарын ашып тастасақ, сонда ертең. Енді 20 жылдан кейін біз кім боламыз, сонда айтыңызшы, сіз өзіңіз қазақ деп айта аласыз ба? Мен мектеп директоры ретінде сіздерге жаным ашып, егер сіздің балаңыз 6 сыныптан төмен оқитын бала болса, осы елдің азаматы ретінде, осы елдің жаны ашитын адам ретінде айтам, егер балаңыз 6 сыныптан төмен оқитын бала болса, онда алмастырып алыңыздар қазақ сыныбына. Өкінбейсіздер. Түбінде Аятжан деген жігітке рахмет айтатын боласыздар. Мен сөз берем. Бұл жерде бір нәрсені ұмытпаңыздаршы, құрметті ата-аналар. Қазақ мектебінің сапасы орыс мектебінен төмен деген дүние 20 ғасырда қалды. Өздеріңізден ойламаңыздаршы, өздеріңіздің замандарыңызда орыс тілін білмегендіктен таяқ жеген қоғам болған шығар. Бірақ енді қоғам қазақ тілін білмегендіктен таяқ жейді.